пайдасы бар ма? Менде бауыр сарғаю бар деді. Көзде сарғайған, емханаға барса бауыр сарғаю болғысы, ол диагнозы көңіл күйден бірақ айырылған, бірақ басқа компанияның өнімдерінде істетіп көрген. Сонымен үміті үзіліп, содан мен телефон арқылы ешқандай мені танымайды. Содан сұрады, онда сіз алдымен емханаға барып тексеріліп, диагнозыңызды айырыңыз, онда сіз бұған сенімділігіңіз келмес. Содан барып ішіңізші, содан бір тексеруіңіз дедім. Содан ол кісі тұтынды бұны бір апта. Содан кейін бір аптада сондай жақсы результат болды деп қуанышында шек жоқ. Екінші рет тағы ішейін ба деп тұрмын. Содан бірақ барып, Арюан деген мына Үрімжінің ең үлкен додырханасының бірі. Сол жерге барып 2 реттен кейін тексерілгенде бауыр сарғаю жоқ болып, маған деген қуанышында шек жоқ. Ол жерде менің қуанғанымды айтпаңыз. Ол кісіден бір ол кісі маған видеодан видео жіберіп қуанып, міне азырақ бір кескін, азырақ естісеңіздер де болады. Мына осы кісі, дәл мына кісіні мен айта салайын. Бұл кісі отырған, сол додырханада диагноз шығасап маған видео жолдап отыр ғой. Ойбай, доғдыр, мен өзіңнен сұрайды, сен өзіңді қалай күтімдейсің, не деген әдемісің деп. Бұл кісі 50-ге тартып қалған кісі, содан бауыр сарғаюың жоқ болып кеткен, қалай теңшеп алғансың деп айтты дейді. Сондай риза болып, сол кезде бұл кісінің видеосын, бет жүзін көргем. Былтыр 11-ші айда. Одан кейін мен командамда врач кісілер, доғдыр дейміз ғой біз. Сондай бір кісілер болды, көп мен командамда доғдыр кісілер. Сол кісілердің өзі ат салысып керемет жүргізіп жатыр. Үйші менен, өзінің ұлын 11-ге салмақ тастапты. 27 жаста үйленбеген балам осындай үйленген кезде томпиып жүрмесін, былай не қылайын деп оны арылтты. Одан кейін өзінің денсаулығын жақсартты. Өзінің жолдасы да емхананың бастығы. Сол кісі осы аза тазалауға неше рет қатысты. Мына жүрекке қатерлі көпір салған стенд дейміз, соның қатерлісін салған. Содан көп ақша мен қаржы төккен ол кісі. Сонымен бір семьяның бірталай қаржысын сыртқа кеткен. Сонында осы өнімдерменен, ағза тазалауларменен үзбей неше ай ішкен. Содан әзір деген мына 4-ші қабатқа шыққанда ентігіп тұратын. Одан мынандай мойны бар нәрсе кисе қылқынып қалады екен. Содар жоғалған. Одан кейін осы Алматы қаласында есіме түскенін айта берейін. Алматы қаласы Киіз ба? Киіз деген жерде бір апекеміз бар. Ол кісі мына Құлжадан көшіп келген 3 жыл болыпты. Осы жазып тұрып ішкен. Сол кезде сол кісі зоб екен. Зобтан операция жасап шықтым, 3 ай болды деді. Ол кісі мына наборды алам деп тұрып алды. Мен алмай тұра тұрмыш, бір денсаулығыңызды тыныш тұрып алған ғой. Содан мынадан алды. Ойбай, керемет екен деп, бір аптада результат күшті болды. Содан ары қарай қоймай жүріп артынан мынаны алған ғой. Ол кісіде біраз бетінде біраз бұжыр-бұжыр беті тегіс емес болатын. Шынымен де беті де, денесі де, рухта сондай күшті болумен бірге мынаны істеткенде тіпті әдемі. Үнемі қарай, төгген сайын алып тұрады, таусылған сайын. Өң деген ағарып, мына терілері майдаланып, жазық болып бара жатқан ғой, мынандай ойық болатын беті. Бұжыр-бұжыр дейміз ба? Сол тегістеле бастаған. Өзім көрген сайын риза енді, сондай риза болам. Ол кісіде көңілді, айтпаса тұра алмайды, әйтпесе біреуге бір артық сөз сөйлемейтін сөз аз кісі болатын. Сол кісінің өзі осы тоқтамай жүргізіп жүр ғой. Біреуге бетіне қарап